Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен өте ерекше рецептпен бөліскім келіп тұр. Жаңа видеоларды көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қамырды дайындау үшін май, сметана және бір жұмыртқа керек болады. Барлығы бөлме температурасына тұру керек. Біріктіріп араластырамыз. Разрыхитель салдым. Ұнды електен өткізіп, қамырымызды илеп аламыз. Қамырды илеп болған соң холодильникке 15-20 минутқа салып қоямыз. Начинканы дайындауға керекті заттар: мейізді міндетті түрде ыстық суға езіп аласыздар. Ең алдымен алманы табаға салып 5-10 минуттай араластырамыз. Қанттың кішкене бөлігін крахмалға саласыздар, ал қалған бөлігін алмаға салып араластырып бұқтырасыздар. Жаңағы қант қосылған крахмалымызды салып, толықтай ерітіп араластырамыз. Шамамен 5 минуттай. Енді грек жаңғағын саламыз. Грек жаңғағын міндетті түрде қосыңыздар, өте ерекше дәм беріп тұрады. Мейізді саламыз. Мінекей қараңыздаршы, өте керемет начинка дайын болды. Енді бөлек ыдысқа салып, суытып қоямыз. Қамырды холодильниктен алдым. Енді осы қамырды 30 граммнан бөліп шығамын барлығын. Мінекей осылай кішкентай бөліктерге бөліп, алдын ала дайындап қоясыздар. Бетін міндетті түрде целлофанмен жауып қойыңыздар. Енді самсамызды түйеміз. Самсаны кез келген формада түйіп жасауға болады. 3 бұрыштап, немесе 4 бұрыштап, немесе осылай домалақ қып жайып түйе берсеңіздер болады. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Барлығына біркелкі етіп жағып шығасыздар. Самсалардың бетіне кунжутты сеуіп шығамыз. Және де толықтай сеуіп болған соң 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей самсаның бәрі пісті. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, ерекше рецепт. Барлықтарыңызға ұнады деген сенімдемін. Міндетті түрде каналға тіркеліп,
пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.